Қызық көрінеді. Дегенмен біздің заманымызда ғаламторды қолданбақ түгілі оның не нәрсе екендігін білмейтін, жаһандану процесі мүлдем тоқтап қалған елдер бар. Соңғы үлгіде шығып жатқан сан түрлі технологиялар, демократия немесе ядролық жарылыс секілді ұғымдар жат дүние. Олар ата-бабаларынан қалған дәстүрлерді қолданып, өмір сүрудің салты мен үлгілерін тек солардың қалдырған мұрасы арқылы қалыптастыруда. Мұндай жандардың саны қазіргі уақытта әлем бойынша 150 миллиондай. Мурси тайпасы. Омо аңғарындағы белгілі әрі ең танымал тайпалардың бірі. Бұл Африка құрлығындағы Эфиопия елінің оңтүстігінде орналасқан жер. Олардың танымалдылығын арттырған фактор тайпа әйелдері. Астыңғы еріне үлкен дөңгелек пішіндегі тәрелке іспеттес дүниені қалыпты еткендер. 15-16 жасқа жеткенде тайпа бойжеткендері ернінің астыңғы бөлігін арнайы тестіріп, алдыңғы қос тісін сындырады. Содан соң оған тақтайшаны енгізеді. Бұл дәстүр құл иеленушілік дәуірінен бері келеді. Саудаға ол кезде келбеттілер мен физикалық тұрғыда мықтыларды алатын. Дәл осы себепті тайпа мүшелері құлдыққа сатылмас үшін бет-әлпеттерін әдейі ұсқынсыз қалыпқа түсіретін болған. Сондай-ақ мұндағы әр жыныстағыларға ортақ бір әрекет бар. Ол кеудесіне сан түрлі жырықтар мен дөңгелек пішін жасату. Ал мұндай қадамға бару үшін денеңді біраз уақыт қинауға тура келеді. Өзіндік әдістері бар. Алдымен теріні қалай болса да кесіп тілу. Одан кейін оның ішіне құрт немесе өзге де жағымсыз жәндіктерді енгізу қажет. Осыдан соң дене тітіркеніп, кері реакция беру арқылы мынадай сурет секілді дүниелер теріде орын тебеді. Бубал тайпасы. Кейбір тайпалардың өзгелерге ұқсамайтын дәстүрлері сіздің жағаңызды ұстатып таңғалдыру мүмкін. Бубал да солардың қатарында. Сиырдың етеккірі мен нәжісін ішу деген дәстүрді естіп көрдіңіз бе? Мұны оларша дәстүр дегеннен гөрі мұқтаждық немесе тәуелділік деген дұрыс болар. Ал мына үлкен аталық ұрық бездері осының салдарынан болған ауру. Дегенмен дәл осы фактор оларды әлемге әйгілі етті. Бұл африкалықтардың айтуынша сиырдың жыныс мүшесін жалау оларға батылдық сыйлап, өзіне деген сенімділікті күшейтеді-міс. Сондай-ақ мұның тұрмыстық пайдасы да бар екен. Бұл процесс шиелеген сайын жануарда сүтті молынан бермек. Мұндағы еркектердің көпшілігінде жұмыртқасы диаметр жағынан 80 сантиметрге дейін ұлғаяды. Ал мұндай өсу адамға ауру әкеліп паразит тудыру қаупі зор. Тіпті бұл індеттің де өзіндік атауы бар көрінеді. Бұл ауру тұқым қуаламақ. Қансорғыш жәндіктердің белсенділігі күшейген уақытта да олардың өзіндік әдеттері қалыптасқан. Бұл қазіргі дамыған заманның адамдары үшін мүлдем ақылға сыймайтын нәрсе. Сиырдың нәжісіне шомылу. Жануар кіші дәретке екен берген тұста мұны байқаған бубалдықтар жылдам жетіп душ қабылдауға кіріседі. Бұл нәжістің құрамындағы аммиак арқылы масаларды өздерінен біраз уақытқа алшақтатпақ. Бадаунг тайпасы. Бұл шағын халықтар Азияны мекен еткен жандар. Нақтырақ айтсақ, Мьянманың шығысындағы Кая штатының тұрғындары. Тайпадағы адамдардың саны 5000. Мойындарына сақина тағу арқылы керектерше ұзартатын дәстүрі әлем жұртшылығының назарын өздеріне аудартқан. Мұндағы алғашқы сақинаны қыз бала 5-6 жасқа толғанда тағады. Қандай металл дейсіз бе? Қоладан жасалған. Осы дәстүр олар үшін терісін тітіркенуден сақтамақ. Әр 2 жыл сайын тайпадағы қыздар мойындарына бір сақинадан қосып отырады. Бұл олардың тұрмысқа шығуына дейін жалғаспақ. Мұндағы кей қыздарда сақинасының саны 20-ға дейін жетіп қалғандары бар. Осыған қарамастан бұл әшекейдің салмағы 5 келінің айналасында. Тұрғындардың айтуынша осы сақина оларды жолбарыстың тістеуінен аман сақтап қалатындығын алға тартады. Сондай-ақ осы дәстүр қыздарының тез арада тұрмысқа шығуына себеп болмақ. Ал басқалары дәл осы жол арқылы үйдегі бағалы металдарды сақтайтындығын айтады. Бадаунг тайпасындағы әйелдер өз күйеулерінің көзіне шөп салған жағдайда сақиналарынан айырылумен жазаланады. Сондықтан өмірлерінің қалған бөлігін аяққа тік тұрмастан жату арқылы өткізуге мәжбүр. Себебі мойны сынғаннан бөлек асфиксияға шалдығып ажал құшуы мүмкін. Каравай тайпасы. Индонезияның шығыс бөлігінде орналасқан қалың ну орманды Папуа Жаңа Гвинея елінде 3000-ға жуық каравайлықтар мекен етеді. Бұл ежелгі адам жегіш тайпалардың ұрпағы. Олар құдды бір тас дәуірінде өмір сүріп жатқандай кейіпте. Үстерінде ешқандай киім жоқ, лыпасыз күйде, және талды өз үйлеріне айналдырған. Ал олардың айрықша белгісі мұрындарына таққан жарғанат сүйегі. Каравайлықтар тал үстінде орын тепкен тұрақтарына еш қиналмастан сат арқылы өрмелейді. Тіпті бұл ағаштардың биіктігі кейде 50 метрге дейін жетеді. Мұның басты себебі өздерін жыртқышаңдардан аман сақтап, көрші тайпалардың шабуылдарынан сақтану үшін. Және бір себебі олардың діни наным сенімінде. Олардың ойынша осындай биік қашықтыққа зұлым рухтар жете алмайды. Өздерінің тастан жасалған балталары арқылы сага ағашын ұсатып ұн жасайды. Бұл олардың басты тағамы. Масаи тайпасы. Бұл тайпа қос бірдей елдің шекарасында орналасқан. Кения және Танзанияның. Халқының саны 900 мыңнан миллионға дейін жетіп жығылады. Мұндағы балалар кішкентайынан ер атану үшін жауынгерлік өнердің қыр-сырынан қанық болып білім алады. Бірақ бұл жылда өздерінің сан түрлі салт дәстүрлерін бастан өткеру қажет. Солардың бірі сүндетке отыру. Ал әйелдер мен қыздардың жағдайы мүлдем бөлек. Олардың басты міндеті үй шаруашылығы. Сиырларды азықтандыру, суға бару, тіпті үй соғу да солардың міндеті. Қыздар мұнда құлақтарының жұмсақ бөлігін созып, түрлі әшекейлермен сәндеуді сұлулықтың нышанына балайды. Масайлық еркектерде, әйелдерде құлақтарына металл дүниелер тағады. Нәзік жандылар шаштарын толықтай алдырып тастап, алдыңғы қос тісін арнайы сындырады. Бұл жергілікті медицинаның талабы.
Масайлықтардың құлағы неғұрлым кеңірек болса, сол соғұрлым әдемі әрі беделді болып көрінеді. Олардың негізгі азығы сүт немесе жануарлардың қаны. Міне, әлемде сіз естімеген талай қызықтар бар. Ұрпақтан ұрпаққа беріліп, әлі де болса өмір сүруін тоқтатпай келе жатқан осындай дәстүрлер мен ырымдар кей халықтардың дамуына тежеу болып отқан жайы бар.